Автомат қорабының тарихы қандай? Қазіргі таңда заманауи көліктердің барлығында автомат қорабы бар. Кейбірінде вариатор, кейбірінде робот және тағы басқа механика деген сияқты. Осы автомат қорабының тарихы қандай? Бұл автомат қораптың тарихы 20 ғасырда жатыр. 1939 жылы General Motors компаниясының инженерлері автомат қорабын ойлап шығарады. Бірақ оның құрылысы былай негізі механикаға ұқсайды, бірақ берілістердің барлығын гидравликалық жүйелер арқылы жүзеге асырылады. Бұл қораптың аты гидроматик, атына естіп тұрғаныңызда гидравликалық жүйелер қолданылған қорап алғашқы, және осы қорап сәтті шыққандықтан оны Cadillac, Pontiac, Oldsmobile және Chevrolet көліктерінің барлығына қойылған. Сондықтан бұл автомат қорабы барлығына қойылып, үлкен модификациядан өткеннен кейін сенімді әрі ыңғайлы болып табылды. Қазіргі уақытта автомат қорабы механикаға қарағанда сұранысы жоғары, сәйкесінше оның бағасы да жоғары. Қазір автомат қораптарының барлығы сенімді деп айтуға болады, вариатор, роботқа қарағанда, сондықтан оған сұраныс және баға да жоғары. Енді автомат қорабы қазіргі адамдардың барлығына ортақ жолда сенімді, әрі ыңғайлы және ең бірінші қауіпсіздікпен көлікті жүргізуге үлкен мүмкіндік береді. Ал сіздің көлігіңізде қандай қорап орнатылған, төменге жаза кетіңіздер.